сәлем. Бүгін біз өзіміздің алғашқы подкастымызды бастамақшымыз. Бүгін бізде қонақта энергетика саласының үздік сарапшысы, 20 жылдан асатын тәжірибесі бар Аслан Бөлекбай. Қош келдіңіз, Аслан аға. Рахмет сізге. Бүгін біздің енді алғашқы подкастымыз болғандықтан, бізбен бірге бүгін Рашид Қасенұлы өзінің ақыл ойымен бөлісіп, сұрақтарын қойып, салмақты сұрақтарын қоюға келдіңіз. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Және бүгінгі подкастымыздың, әр подкастымыздың, яғни әр бөлімінің өзінің тақырыбы болады. Және бүгінгі бөліміміздің тақырыбы түздегі әңгіме деп аталады. Бұл тақырыптың авторы десем болады. Рашид Қасенұлы, көрермендерге былай қысқаша түсіндіріп кетсеңіз, неге осындай мақсатты қойғаныңызды? Негізінде қазақтың әрбір сөзі бір зерттелмей қалған ғылым ғой. Түздегі әңгіме деп атауымыздың себебі, өйткені бізде бір ер азығы жолдайды деген не бар. Қазіргі таңда кей кезде бізге бір дәлелсіз бір жұғып қалған қазақ жалқау деген бір ұғым бар да. Мен онымен толық келісе алмаймын. Ер азығы жолда, оның сыртында бүгін біз елден жырақ алыста жүргеннен кейін Катар мемлекеті әр қазақстандықтың аузында бір мақтаныш болып тұтатын, және де қазір тіпті кемдеген Қазақстанның азаматтары кемдеген шығады, туристік сапармен бұл жаққа келіп Доханы қызықтап қайтпаған. Сондықтан біз бүгін осы жерде Іле-шала кеше екі елдің патшасы осы жерде үлкен бір басқосу өткізді. Іле-шала бізде артынан келіп, жаңағы осы жерде бизнестің байланысын практикалық тұрғыда дамытуға келдік. Сондықтан енді елден жырақ болғаннан кейін түзде ғой енді. Түздегі әңгіме деп отырмыз. Оның сыртынан енді Асекең біздің елдің тумасы азаматы болғанымен өзінің бизнесін бұл кісі де елден сырт жырақта жасап жатыр. Сондықтан түздегі елдің, түзде жүрген кезде азамат өзін қалай істеу керек, және түзде елдегі істей алмайтын амалдарды, басқа мемлекеттің заңы, салт дәстүріне сыйдыра келе, соларды өзіне сіңдіре келе қалай істеу керек, осыны бір ашып айтқымыз келді. Өйткені Мерей өзің жақсы білесің, біздің Қазсервистің алдына қойған 3 ірі мақсат бар. Оның біріншісі жобалау жұмыстары Қазақстанда өту, екінші Қазақстанда товардың сапасы менен санын көбейту, өйткені өте бір сынға ұшырап жатқан өндіріс. Үшінші қазақстандық кәсіпорындардың экспорттық потенциалын күшейту, өйткені ақшаны тек қана үйде емес, түзде табуды үйрену. Сондықтан соны бір жағынан сізді соған шақырып отырмыз. Құрметті көрермендер, уақыттарыңызды бөліп бізді тыңдап отырғандарыңызға көп алғыс айтамын. Мен бүгінгі бірінші подкастта Мерейдің көмекшісімін. Бүткіл тізгін Мерейде, сондықтан мен тек қана түздегі әңгіме не себепті аты осы таңдалды дегенге сұраққа жауап беріп Мерей, келесі сөзіңіз. Сіз енді қанша дегенмен жаңа көрермендер болса, сізді танымайтын көрермендерге өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, өзіңіз мысалға Қазатомөнеркәсіп, Қазгеология, Сауд Арабия секілді алпауыт мемлекеттерде, алпауыт компанияларда жұмыс істегенсіз. Қазір енді араб мемлекеттерінде жұмыс істеудесіз, негізгі мақсатын айтсаңыз, бизнес ашу мақсатында ма, әлде зерттеп жүрсіз бе? Рахмет. Менің ойымша, былай, мынау Middle East дейміз ғой, жақын Ближний Восток дегенде, бұл жерде дифференциация жасау керек. Мысалы, Кувейттегі арабтар, Омандағы арабтардан өте өзгеше. И бизнес жасау да өзгеше. Бұл жаққа келген жүрген себебім, біріншісі, енді мен өзім мынаған ойлаймын да, Алла тағала жерді жаратты, адамдар границаларға бөлді. Бұл жер болғаннан кейін адамның, жаңағы сіз айтпақшы, ер азығы жолда жүрген жерде қарап, бұл жер маған қызығы, мұнайшы болғаннан кейін ең соңғы технологиялар осында қолданылады. Кәсіпкерде шекара болмайды. Шекара болмайды. Сол бұл біріншісі, технологиялар үшін осында жүрген шын айтсам. Өйткені, мысалы, біздің Қазақстандағы мұнай газ кен орындарын алатын болсаңыз, 70% бүгін уже зрелый месторождение дейміз ғой, уже соңғы стадиядағы месторождение. Тозығы жеткен. Ал мынау Ближний Востокты қарасаңыз, Middle East'ті қарасаңыз, ең бірінші месторождение мынау Бахрейнде, біздің көрші мына жердегі Ауали деген месторождение 32-ші жылы ашылған, әлі добывать етіп тұр. Ауали месторождение. Уже 100 жыл болды. Ол кезіндегі Осман империясы болды ғой. Сол кезде құлдыраған кездегі
ең бірінші берілген лицензия болды Осман империясының беріп кеткен. Калуст Гулбенкия деген кісі болған, сол кісі министр нефтегаза болған Османский империя. Сол кезде берген лицензиялар, мынау Ближний Восток сол кезде бөлінген негізі, да. Сол Бахрейн әлі мысалы добывать етіп тұр. Былай алып қарасаңыз. Құдірет не еді сонда? Қалай дейсіз? Құдірет не еді? Құдіреті біріншісі Бахрейн, ол енді біздікіндей зрелый месторождение бір. Екіншісі олар жақында дегенде осыдан где-то бір 6-7 жыл бұрын Occidental Petroleum деген совместный предприятие істеді, JV жасады. Occidental олардың специализациясы именно сондай кен орындар. Тозған кен орындарда. Солар екінші өмірін берді месторождение. Біздің Қазақстанға әлі бара қойған жоқ олар. Олар барған жоқ. Неге? Естуімше осыдан бір 6 жыл бұрын ба әңгімелер болды, өзен туралы, бірақ ешқандай келісімге келмеді. Асеке, осы жерде мен айтайын, біздің Қазақстанда дәл осы жағдай Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау облысында қатты жүріп жатыр. Мысалы, Қызылордада 17-ші жылы тек қана 900 миллион мұнай алатын болсақ, қазір 4,5. Өте жағдай негізі емес. Бұл жерде енді мәз емес. Мәз емес. Үш нәрсеге қарау керек меніңше, да. Біріншісі бұл EOR дейміз, Enhanced Oil Recovery, коэффициент нефтеотдачи дейміз ғой, соны көбейту. Бізде әртүрлі металлдар қолданылып жатыр, бірақ жасауы технологияға сай емес шамалы. Жерде өте нақты өткізу керек, жерде сызықты, да. Мысалы, ППД дейміз, поддержание пластового давления дейді ғой, жер қойнауына суды басқан кезде, мысалы, градиент гидроразрыва деген болады, қысымы. Жерді жыртады, вместо того, чтобы радиальное вытеснение дейміз ғой, бір қалыпты шығарудың орнына, жаңағыдай суды берген кезде жер жыртылады да, мынау добывающий скважиналарға су тез прорыв болады. Артында линзалар қалып қойып жатыр. Мысалы, сондай момент бар. Мысалы, біздің Қазақстанда мұнай сервис компаниямыз бар, біз спутниктен оны көріп отырмыз. Спутниктен байқауға болады оның бәрі. Спутникке қалай шықтыңыздар? Біздің Қазақстандағы компаниямыз Орта Азиядағы ең көп спутниковый данный дейміз ғой. Соны Қазақстанға біз енгізіп жатырмыз. Спутниктер 30 түрлі сенсорлар болады спутниктердің. Оның біреуі, мысалы, INSAR дейді. INSAR деген спутник, мынау жер бетінің өзгерісін қарайды. Миллиметрге дейін. То есть, сіздің спутнигіңіз 1200 спутник, мысалы, біздің данныйымыз бар. 1200 спутникке. Сол 1200 жаңағы спутник бәріне сіздер доступ алдыңыздар? Доступ алдық, иә. Оны сатып алдыңыздар ма? Иә, сатып алдық, subscriptionмен, иә. Мысалы, жердің өзгеруінен біз көріп отырмыз. Біздің кәсіпорындар неге пайдаланбай отыр оны? Қазақстандықтар. Шын айтсам, қолданылып жатыр. Кімдер? ТШО қолданады. Жоқ, ірі оператор емес. Ірі оператордан кішігінен ТПИ қолданады. Мысалы, да, твердый полезный, шахтный обвал болмау үшін, шахтның құламау үшін кейбір компаниялар қолданады. Бірақ мұнай-газ компаниялар әлі қолданмайды. Неге біз бұны дәріптемейміз? Білмедім оны. Сосын бұдан бөлек, мысалы, біз жақында екінші момент бар, именно интенсификация добычеміз ғой, мұнайының көбеюі. Біз СНГ-де ең бірінші пенный гидроразрыв пласта дейді. Мынау азотпен сіз суды гелмен, кәдімгідей көбік істейсіз. Сосын жерді жыртасыз сол көбікпен. И мысалы бір ұңғы күніне 0,5 куб беріп тұрған ұңғы бүгінгі таңда 16 куб 3 ай болды беріп тұр мысалы. Бұл технология кезінде мен Арамкада істеген кезде патент жасаған едік. Арамкада ең бірінші өндірген едім. 6 жыл бұрын. Асеке, мен осы тұрғыда айтқым келеді, негізінде бізде біріншіден осы технологияларын енгізіп, тозығы жеткен мұнай қоры бірақ тозығы жеткен арғы тереңде жатқан әлі алуға технологиясы ақылы жетпей жатқан компаниялар, ақшасы жетпей жатқан компанияларға өзінің қызметін ұсынып жүрген алаяқ компаниялар бар, содан өте көп алхимия. Содан қорқып қалған бір, екінші, енді өзіңіз білесіз, біздің Қазақстанда екі түрлі баға бар. Дүниежүзілік нарық бекіткен баға бар, және ішкі тұтынысқа берілетін баға бар. Мен осы бір баға салдары кәдімгідей компаниялардың дамуына қаражат жұмсауға мүмкіндік бермей отыр. Бірақ дегенменен осы туралы қазір Петромайнинг деген бір үлкен ассоциация құрылды. 70-тен астам жер қойнауын игеріп отырған компаниялардың басын қосып отыр. Осылардың басын жинап, осындай бір ликбез, біліміңізбен бөлініп, осындай да бір амалдары бар екен ғой деген қадамдар жасап көрдіңіз бе, жоқ па? Жоқ, ондай жасамадық. Біз жаңағындай, енді шын айтсақ,
мынандай жеке компаниялармен ғана жасаймыз. Андай Қазмұнайгаз олармен жасамадық әлі бұндай істерді. Сөйлескен кезде процедурно қиыншылықтар көп екен да. Біз ондайға уақыт жоғалтқымыз келмейді, шын айтсақ. Біздің енді мақсатымыз негізінде біздің мемлекеттің бар ғой әскен мына жаңағы процедураны ұзақ уақыт деп отырмын. Біздің мемлекетке инвесторлардың келмеуінің бір себебі осы. Өйткені бізде шешім қабылдау өте ұзақ та. Мысалы мен сізге айтайын, любой компанияның, любой мекеменің алдында болуы үш нәрседен тұрады да. Процестері болу керек, жаңағыдай процедурно өте оңай болу керек. Екіншісі технологиялар болу керек. Үшіншісі адам капиталы. Осы үшеуі орында болған кезде Google, мысалы да, там Starlink, там SpaceX, осы үшеуі болу керек. Оның біреуі болмаса, ол sustainable дейміз ғой, тұрақты жетілуге әкелмейді. Бізде Қазақстанда қайсысы жеткіліксіз? Вот үшеуінің қайсысы жоқ бізде? Үшеуі де жеткіліксіз ау деп жатыр. Енді қатты кетпейік, бірақ дегенменен шынында да мен сізге бір өмірімдегі оқиғаны айтып кетейін жаңағы. Осы ТШО-ның мына қазіргі жүріп жатқан жобасы 3-ші завод. Соны бұлар Кореяда, оңтүстік Кореяда ДЭО-да жасапты ғой модульді. Соны инспекция жасауға бардым мен 16-шы жыл. Сол кезде алғашқы тендер алып жатқан ірі атын айтпай ақ қояйын компаниялар, ірі компаниялар сол Южный Кореяда инженерлер іздеп жүрді. Біреусі 20-дан астам инженер іздеп жүрді, біреусі 30-ға жуық инженер іздеп жүрді. Өйткені тендерный процедура мынандай инженер бізде жоқ. Енді мен ойламаймын қазіргі таңда жаңағы бір 5 жылда біз сол жоқшылықтың орнын толтыра қойдық та. Ол бір екіншіден менің бір Forbes-тағы мықты енді Беловичті танымайтын, Байзаны танымайтын қазақстандық жоқ қой енді бәрі біледі. Сол кісі айтады, егер менде жаңағы адами ресурс мықты болатын болса, мен Илон Маскадан озып кетереді дейді жаңағы. Сондықтан жаңағы технология шынында да бір ауыр зат, тіпті қазіргі таңда технология туралы әңгіме айтсақ, жай қарапайым емес, тіпті мемлекеттік қызметкерлердің өздері дұрыс ұқпайды. Не себепті қажет екен ол бізге, бұл жағынан шынында да ғылым министрлігі кәдімгідей жұмыс істеу керек шығар. Мынандай сөз бар, кезінде Малавиде оқыған кезде профессор айтатын еді. Онда рұқсат етсеңіз орысшасын айтайын. Мы можем найти на новом месте много нефти старыми технологиями дейді. Мынандай жаңа жерден сіз ескі технологиямен келіп мұнай таба аласыз. Ескі месторождениеде ескі технологиялармен келіп мұнай таба алмайсыз. Сондықтан ескі жерде жаңағыдай зрелый месторождениеде жаңа технологиямен ғана көбейтуге болады. Енді ол тіпті табиғи процесті сонда ғой, мысалы, адам өзінің бір ресурсын беріп бітеді. Зейнетке де бір белгіленген уақытта шығарады ғой 60-та. Ары қарай уже адамды енді бір Алла тағала бір керемет денсаулық беріп қойған адамдар енді 70-ге шейін мысалы продуктивный болуы мүмкін. Ары қарай болмайды. Тура сол сияқты жер қойнауының да өзінің бір мүмкіндігі бар ғой. Оны тек қана мысалы жаңа кәрі адам деген кезде кім? Жастар баласы ұрпағы қарайды ғой. Тура сол жаңа технология бұл өндірісте болу керек. Сіз өте дұрыс айтып отырсыз, жаңа технология пайдаланып үйрену керек, және бізде де жаңа технологияның нарығын қалыптастыру керек сияқты. Өйткені кәсіпкерде таңдау правасы болу керек. Кәсіпкерліктің нарықтың негізгі ең фундаментальный қағида сол таңдау ғой. Таңдау қалыптастыра алмасақ, бәсекелестік орта болмайды. Бәсекелестік орта болмайтын болса, жаңағы арзандау болмайды, қымбат, монополист болып кетеді. Болмаса жаңағы сізді қаласаңыз да, қаламасаңыз да жаңағы. Мынау сізге айтайын, қазір мені шамалы түршіктіретіні, біздің Қазақстанға кеп отырған жаңа технологиялар көбінесе Ресейден кеп жатыр да. Ал былай қарасаңыз, Ресей уже 10 жыл болды ма санкциялардың астында. Қандай технологиялар жаңадан болуы мүмкін. Оларға доступ технология болмаса мысалы да. Олар өздерінің импортозамещение ескі технологияларды алып келіп жатыр негізі да. Ал біздің негізі миссиямыз сол да. Елімізге, жерімізге осы Middle East'тегі, осы Ближний Востоктағы ең соңғы технологияларды Қазақстанға алып келу. Шлюмбержеден басқа жаңағындай компаниялардың кешіріңіз атын айтып отырмын да. Мынау алдындағы жүрген компаниялардан мысалы кем дегенде бір 3 есе арзан болу керек та ол. Мынандай бар да, меніңше жаңағындай
прайс, продакт дейді ғой, андай 4P деген болады өзі. Иә. Сол конкурентоспособный болу керек та. Бұл негізі Қазақстаннан осында келіп жатқан компанияларға да өте маңызды. Сіз мысалы Қазақстанда стройкада жүріп, осында келіп стройкамен айналыса алмайсыз. Неге десеңіз, бірінші, сіздің қандай айырмашылығыңыз бар. Бұл жерде де конкуренция өте жоғары. Дүниедегі бүкіл Европа мамандыққа да жоғары, иә? Мамандыққа да, мысалы компаниялардан ТШО да жасап келіп, мысалы, сіз осында келіп тура сондай болады деп ойламаңыз. Неге десеңіз, сізді андай маркет дифференшиатор болу керек. Маркет дифференшиатор деген сіздің технологиялық тұрғыдан қандай айырмашылығыңыз бар мынау үлкен басқа компаниялардан. Сіз commodity дейміз ғой, мысалы сіз тұз керек сізге. Тұз мысалы Индиядан бар, тұзмандан бар. Бәрі бір тұз, бір баға. Сіздің айырмашылығыңыз қандай? Гималайский тұзсыз ба, либо жай аралды тұзсыз ба? То есть сіз бір commodity алсаңыз, мысалы су керек болса, маған су бәрі бір су. Бірақ бір судың pH жоғары болуы мүмкін, бір су мысалы минеральный болуы мүмкін. Сонда айырмашылығы болу керек та. Ал тұрған технологияны copy-paste алып келіп осында тура соны жасаймын деп ойламаңыз. Бұл жақта кәдімгідей миды майндсетті ресет жасау керек. Бизнесті жаңадан бастап деп ойлау керексіз. Екінші өте маңызды біздің Қазақстаннан осында келіп жатқан бизнесмендерге айтатыным. Бұл жақта бизнес өте басқаша жасалынады. Сіздің бірінші рет сабырыңыз болу керек. Мысалы, жай бір лицензия алудың өзі 3 айға созылуы мүмкін. Кем дегенде. Сосын бұл жақта партнер болуы мүмкін. Партнерсыз кейде бизнес кейбір мемлекеттер жасай алмайсыз. Міндеттеп қойған, иә? Иә, міндеттеп қойған. Мысалы, сіз айтып жатсыз жаңа Қазақстаннан бір нәрсе жасап, осында алып келу керекпіз. Сіз мысалы Саудида алып қараңыз. IKTVA деген программасы бар. In Kingdom Value Edition дейді. Саудиде Made in Saudi болу керек. Сіз Саудиде жасайтын болсаңыз, сіздің головной офисіңіз Саудиде болу керек, сіздің заводыңыз Саудиде болу керек. Қазақстаннан алып келіп жасай алмайсыз. Жасасаңыз, сіз налогты дополнительно төлейсіз. Қымбат болып кетеді. Қымбат болып кетеді. Ал мысалы өндіріс ашамын десе қарсылық жоқ. Қарсылық жоқ, наоборот сізді қолдайды. Ал мысалы қандай преференциялары бар біздің Қазақстаннан бөлек деп олардың мысалы Қазақстандағы шығаратын перчатка заводында мысалы, Саудияда ашқым келді. Мысалы сіз Қазақстаннан біріншіден айтайын, Қазақстаннан бұл жаққа товар әкелу тиімсіз. Логистика біздің мынау өндірісімді көшіруім. Өндіріс ондай болады. Сізге жоқ, бұлар егер сен өндіріс көшіретін болсаң, бұларда қандай жаңағы преференциялар болады. Иә, сіздің налогыңыз төміректеу болады. Там өзінің бар негізі, там 3 жылға там процедуралар бар. Әр мемлекетке әртүрлі. Мысалы жаңа сөзімді мемлекеттерге де бөледі. Иә, бөлек. Мысалы айтайық, United Arab UAE дейміз ғой, мынау Біріккен Араб Әмірліктер ма? Сол жақта олардың өздерінің программасы бар. Каждый мынау ортада Middle East мемлекеттердің өзінің национализацияландыру планы бар. Бір-біріне ұқсамайды. Бір-біріне ұқсамайды. Бірақ бәрі мынау McKinsey сияқты кезінде Қазақстан 20-30 деген жазды ғой, сондай сияқты пландар бар бәрінің. Национализация деген қазір өте маңызды бұл жақта. То есть сондықтан бұл жаққа келген кезде сіздің мынандай артыңызда бэкграундта сондай ой болу керек. Мен бұл жаққа келген кезде бизнесімді тұрақты қылу үшін, осы жақта мен бір өндірісім болу керек деген. Үлкен бизнес жасаймын десеңіз. Иә. Мысалға жаңа компаниялар осы жаққа келер кезде подводный камни дейді ғой, сондай нәрселер болады ма? Өте көп. Бұл жаққа мысалы кірудің екі методы бар. Біріншісі жаңағындай өзіңіз тікелей кіре аласыз. Фризона дейді, немесе мейнленд дейді. Фризона деген жаңағындай свободная экономическая зона дейміз ғой, сондай сияқты болады. Сіз бірақ ол мемлекеттің ішінде жұмыс істей алмайсыз, сыртқа ғана импорт-экспорт жасай аласыз. Мысалы. Сосын мейнленд деген сіз мемлекеттің ішіндесіз, мемлекеттің ішіне услуга немесе жаңағыдай товар сата аласыз. Ішінде жасалған. Бұл бірінші өзіңіз тікелей. Ол ұзақ уақыт алуы мүмкін. Неге десеңіз, сізге лицензия керек, ол жаңағыдай 1 жыл жайынан кетеді. Екінші методы бар, агент арқылы, партнер арқылы. Бұл жақтағы мысалы бір компания айтады, сіз келіңіз, менің астымда боласыз, менің компаниямның портфелінің ішіне кіресіз, мен сіздің агентіңіз боламын дейді. Я, олардың кәдімгідей бюрократиялық құжаттардың бәрін өзі реттейді. Не факт. Не факт, а? Солай ма? Иә, бұл жақта әртүрлі партнерлар болуы мүмкін. Мысалы, сонда компанияның акциялары сол агенттерде болуы мүмкін ба, әлде қалай? Жоқ, мысалы айтайық, мысалы мен ТШО-да существующий рамочный договорым бар. Мысалы, мен басқаларға айтамын, менің артыма кел, мен өзім существующий договорымды просто расширять етемін. Все.
бірақ мен 5-10% сенен алу керекпін. Сенің таза прибыліңнен емес, выручкаңнан, ревенюдан. Иә. Сонда кейбір агенттер болады, там ақша сұрауы мүмкін, бір жай кездестіру сізге жасау үшін. Я ондай да бар. То есть бұл жерде партнер таңдаған кезде өте бірақ қорытындыға жауапкершілік жоқ. Сосын үшіншісі адам сақ болу керек екен. Бұл жақта жаңа айттым ғой, адам сабырлы болу керек. Бұл жақта жаңағындай бизнес жасау культурасы бізден өте өзгеше. Қандай тұрғыда өзгеше? Сіз мысалы бір нәрсе айтайық болмай жатыр. Сіз мысалы айтып жаңағындай дөрекі болып шамалы нетсеңіз, олар наоборот қарсылықпен қарайды. Бұларға неге десеңіз, бұл ислам адам мінезіне көңіл бөледі. Иә, адам мінезіне өте көңіл бөледі. Бірінші мен адаммен жаңағындай синергиям болу керек, бизнес содан кейін. Адаммен жаңағындай байланысым болмаса, мен бизнесім болмайды. Негізінде Абай атамызды жақсы айтып кеткен ғой, иә. Сен кез келген диплом алуың мүмкін, бірақ адаммен тіл табыса алмасаң, ол дипломның құны жоқ өйткені ортада. Негізінде біздің Қазақстанда қазіргі таңда адами қарым-қатынас болмаса адами қарапайым сыйластық шынында да өте төменгі деңгейде. Менің ойымша, себебі өйткені көшеде біз агрессияны көп көреміз, иә, қызмет көрсететін жерлерде де мысалға, иә, толыққанды, иә, рахаттанып ләззат алып қызмет ала аламыз деп айта алмаймыз енді шетелде. Тіпті шетелден елге келген кезде кедендік рәсімдеуден өткен күннің өзінде де мысалға адамдардың бір тәкаппарлығын байқаймыз. Сондықтан жаңағы шынында да айтып отырғаныңыз дұрыс. Біз ішкі құндылықтарымызды және ішкі мәдениетімізді өзгерту үшін басқа мемлекеттерге барып, солардың мәдениетін көру керек. Біз өзіміздің енді бүткіл халықты топырақ шаша алмаймыз, бірақ дегенмен бәрі біледі ғой, тіпті ұшақтан түскен кезде Алматы мен Астананың ортасында ұшақ қонған кезде біздің бауырларымыз не істейтін еді. Осындай бір көзге тұрпайы бірден бізді бір басқаша көрсететін осындай бір заттарды осы ел аралап, жер аралап, солардың мәдениетін енгізу арқылы кірген дұрыс шығар. Жаңағы сіздің айтып отырғаныңыз шын мені таңғалдырып отыр. Енді біз қазақта бір қалыптасып қалған мінез бар да, біз шетелге келгенде қонақ ретінде өзімізді алып жүреміз де, енді бізде қонақ құдайдан бір жас кіші ғой, сондай бір дала заңы қалыптасып қалған ғой. Қонаққа біз не істеп жатса да құрметпен қараймыз. Сондықтан кей кезде мені осылай қабылда деп қалуы мүмкін. Бұл мінезді тастап кел дейсіз ғой енді. Қазақтың мынандай өзгешелігі бар. Мен сыртта жүргенде байқадым да. Біздің қазақ енді мынау кең жерде өскен адам ғой. Мынандай бір жерде отырып өскен жоқ та, қаланың ішінде, үйлердің арасында өспеген. Кең далада, кең аспанда, кең ойлайды да біздікілер. Қазақтар өзгеше. Өте кең ойлаймыз біз, басқа халықтарға қарасаңыз. Сол бірақ кең ойлау кейде бізді проблемаға келіп соғуы мүмкін да. Тәуекелге басу керек әрине, бірақ мынандай хадис бар да, тәуекелге басып отырып, бірінші түйені байлау керек та адам. Сол түйені байламай тәуекел ете алмайсыз. Бұл жерде маңызды амал, иә. Бұл жаққа келген кезде де ол жаңағындай алдында айттым ғой, сабырлы болу керек. Жаңағындай бірден шамалы даже нервничать етсеңіз, ол сізді партнердан алыстатуы мүмкін. Бұл жерде сақтанып қалады. Иә, бұл жақта философия былай да. Бұйыртқаныңыз зат, ол бәрібір болады, кетпейді. Сіз қатты нетсеңіз, жаңағындай асықтырсаңыз, бұл шайтаннан. Процесс. Иә, бұлар кейде солай ма. Бірақ оның да жаңағындай медальдің арғы сторонасы бар да. Процесстер өте баяу, солай келеді. Енді айырмашылығын айтып жатырмыз. Және енді осыған қарай ұқсастықтарын айтып кетсеңіз, Қазақстанда бізге ұқсас жерлері бар ма? Ұқсас жерлері бар. Культурно, мысалы, адаммен сөйлескен кезде біздің жаңағындай қазақилыққа өте келеді, жақын келеді. Я қонақжайлығы деген, бір-бірімен особенно сыйластығы деген қазақтарға өте жақын. Арабтар бәріне тән бе бұл жоқ әлде? Арабтардың бұл жерде бөлімі? Иә, шамалы бөлінеді. Мысалы, амандықтар өте өзгеше. Кувейттіктерден салыстырсаңыз. Кувейттіктер енді ең жұмсағы қайсы? Ең жұмсағы омандықтар. Иә. Ең қатысы? Ең қатысы Кувейт. Кувейт, содан кейін Сауди мен Катар бір орында келеді. Мысалы, Катарды алып қалсаңыз, халқы 2 миллион, бүкіл тұратыны 2 миллион, жергілікті халығы 300-ақ мың. Әрине, олар шамалы өздерін басқаша есептейді. Шамалы, мысалы, жай жолда келетсеңіз, былай сізге айтуы мүмкін, давай былай тұр.
мысалы солай болуы мүмкін, шамалы дөрекі, сырттан қарасаңыз дөрекі болып көрінеді, бірақ ол өз елінде менің жерім, сіздер келген қонақсыздар деп шамалы нетеді да, ондай бар. Қожайындық. Иә, қожайындықтар бар, бірақ иә, ал мысалы Эмиратқа алып барсаңыз, олар қазір бір симбиозда түрде өмір сүреді. Экспаттарымыз, мынау шетелден келгендермен жергілікті бір симбиоз бар. Бір-біріне жаңағындай Жол табады. Бірақ мынау Эмираттың өзін алып қарасаңыз, Абу-Даби мен Дубай өте қатты өзгеше. Мысалы, мұнай газ Дубайда емес, Абу-Дабиде. Ал Дубай жай бизнес. Туристік. B2B дейміз ғой, B2B жер Дубай. Ал мысалы келісім сөздер сол жерде өтеді. Иә. Ана жақта практикалық тұрғыда ақша табу, бұл жерде Алматы мен Астана сияқты. Алматы, Астана, саяси Астана. Бизнес астанасы да Астана, мысалы Абу-Даби. Ал несі жағынан, жай культурна жағынан, или B2C жағындай сегменті ол Дубай. Бұл мемлекеттердің негізі сондай айырмашылықтар бар. Бірақ мысалы бизнес жасау жағынан, ең оңайлығы жағынан алып қарасаңыз, менің ойымша Катармен аман оңайлау сияқты. Иә. Бастаса осы екеуінен бастап. Оның басты себебі неде болуы мүмкін осылай ашылуы? Себебі Катар осы уақытқа дейін жабық мемлекеттердің бірі болып табылды. Енді осы соңғы 5 жылдарда ашылып жатыр. Өйткені мынау GCC дейміз, мынау Gulf Coast Countries дейді. Бұлардың бір өзінің біздің Қазақстандағы Евразийский союз сияқты, бұлардың өздерінің бір одағы бар. GCC дейді, Gulf Coast Countries. Бұлардың ортақ өздерінің политикалары бар, ортақ өздерінің бизнес конкуренциясы бар, ортақ өздерінің импорт-экспорт келісімдері бар. Сондықтан бұл жерде қазір direct investment дейміз ғой, сырттан тікелей келетін инвестицияға арасында конкуренция бар. Сыртқы фактор дегенмен бұлар жұмсаруға әкеліп жатыр. Жаңа сөйлесіп жатырмыз ғой, біздің қазақтар мен катаршылықтардың, Мидлистегі арабтардың айырмашылығы неде деп. Қазір мысалы қызық феноменді мен көріп отырмын. Қазақстаннан өте көп рекрутмент болып жатыр. Мамандар келіп жатыр. Мынау Катардың өзін алып қарасаңыз, 60 семьялар Қазақстаннан мұнай газ саласында ғана жасайды. Оның басты себебі неде? Себебі неде десеңіз, қараңыз. Мынау Ближний Востоктағы көп месторождениелер, сероводород, карбонат. Бізге ұқсайды. Мынау ТШО, КПО-ға, НСО-ге ұқсайды. Дайын мамандар. Дайын мамандар содан алып келіп жатыр. Сосын қазақтардың тәрбиесінің негізінде бар ғой, кез келген жерде адамда тәрбие болу керек. Анада біз не кезінде, ковид кезінде Ресейге үлкен партия адамдар жұмысқа жіберді. Бізде тұрып қалды, стагнация болды. Сол кезде біз Ресейге біраз адамдарды экспорт жасадық. Сол кезде ресейліктер таңғалды, не деген тәртіпсіз деп. Жақында мен сізге айтайын, мен бір компаниямен сөйлестім. Қазір мынау Qatar Energy бар емес па? Осы местный үлкен проект жасап жатыр, Petrochemical, Раслафан деген жерлер бар. Сол жерде 6 миллиард долларға нефтехимический завод салып жатыр. Осы міне февральда бастады. Сол жердегі жаңағыдай мысалы адам Индияға барып 10 мың сварщик алып келді. Өздерінің де? Иә, сол проектке. Неге десеңіз, ол проект 1,5 жылдың ішінде біту керек. 1,5 жылдың ішінде қанша адам келу керек, да? Бәрі тек сваркадан тұра ма? Тек сварка. Жоқ, сварка оның бір бөлігі. Енді оның сварщик деген 400 дегенде. Иә, мысалы қараңыз, қазір Қазақстанда көп проектілер, мысалы ТШО-ның проектісі болсын, КПО-ның проектісі болсын, уже азайып жатыр. Сол, мысалы, адам потенциалы сол проектте жүргендерді commodity қылып алып көру керек, да, мысалы, соларды алып көру керек. Бірақ кейін кезде сізді не айырмашылық қалады? Алдында айттым ғой, market differentiator. Немесе, мысалы, commodity болса, жай любой адам жасай алатын, любой компания жасайтын болса, значит, сіздің немесе продуктыңыз болу керек, басқаша істейтін, тезірек істейтін. Немесе сіздің прайс дейді, бағаңыз Индиядан төмен болу керек. Технология баға. Басқа, өйткені неге сіз commodity алып келдіңіз бе? Орта рынокта бар нәрсе алып келдіңіз. Сіз немесе бағаңызбен төмен болу керексіз, да? Немесе сіздің бір өзгешелігіңіз болу керек. Істеген затың ұзақтығы. Кейін салынған ақшаны. Әйтеуір басқалардан сізді бөлек қылатын, өзгеше қылатын бір нәрсеңіз болу керек, да? Сіз алып келдіңіз ғой, конкуренттің средадасыз. Сізге қанша болды осы жақта жүргеніңіз?
10 жылдай болды. Онда 6 жыл Арамкада істедім мен, 3 жыл қазір Эмираттамын. Осы регионда Бахрейнде де бір уақыт болдық. Онда сіз мен қойын деп отқан сұраққа жауапты мықты білесіз. Негізінде маған ұнамайтын сұрақ, елде жүрген кезде журналистер көп сұхбат алады, сол кезде қарапайым көрерменнен қазақ неге кедей, араб неге бай деген, оларда да мұнай бар, бізде де мұнай бар, неге деген. Енді кей кезде түсіндіре шаршаймыз, енді жаңағы олардың өндіріп жатқаны бізден көп, адам саны аз деп жаңағы. Сосын кейін олардың мұнай газ өндірісіндегі ғұмыр ұзақтау, біз енді бергі 30 жылда ғана қазақ мұнайына өзінің қолы тиген. Осындай дәтсең, енді көбісі әлі қабылдамай жатыр. Мен сізге дәл қазақты да көрген, Қазақстанда жұмыс істеген, Қазақстанның мұнай потенциалын білетін, және осы араб мемлекеттерінде де 10 жылдан астам жұмыс істеп, енді біз сыртқа барғанда бәрі салыстырамыз ғой, бәрі іздейміз. Жақсысын көреміз, кемшілігін іздейміз. Рас қой еді. Ол табиғатта. Сіз осы сұраққа қалай жауап бересіз? Неге араб бай, неге қазақ кедей? Жай қарапайым көрермен бір ләззат алатын жауап беріңізші. Енді шындық кейде ащы болуы мүмкін, ләззат адам ала алмауы мүмкін. Жаңа өзіңіз айтқандай, жақтың ұңғылары мысалы Арам каналыңызда орташа мұнай беріп тұрған ұңғысы күніне 8.000 баррель береді суткасын. Дебиті скважинаның дебиті 8.000 баррель, 6.000 баррель орташа скважина мысалы. Ал бізде ол бір месторождение, бір айда беру мүмкін. Мысалы бір месторождение 2.000 баррель беру мүмкін күніне. 20-30 скважинасы бар. Ол салыстырылмайды да. Бізде ведерщиктер деген бар ғой. Күніне жоқ, айына 2.000 баррель беретіндерді білемін. Сондықтан жаңада да енді жақында естідім, Қазақстанда да біздің енді мемлекет жағынан да бір қолдау көрсетіліп, зрелый месторождениеге жаңағыдай НДП налогын азайтуға, меніңше сонымен ғана біздің күніміз анау региондардың тозып жатқандарды қалпына келтіре аламыз. Шешім сол жерде. Сосын екінші жаңағыдай момент, мынау неокр дейміз ғой, мынау обучениеге 1% налог, оны негізі компания өзі қолдану керек та. Өзіне беру керек та. Сен осыны неокрға қолдан. Сен өз месторождениең проблемасын сен білесің. Сырттан саған ешкім келіп айтамайды. Проблемаға байланысты қара не бар екен, соның өзінің неокрын өзінің ішінде жаса да. Өйткені ол басқа жаққа кетіп отыр да, мында түсініксіз обучениелерге керек емес. Сонымен неге араб бай, неге қазақ кедей? Жаңа сіз айтпақшы салыстырылмайды. Населениесі мысалы Катарда алсаңыз 300-ақ мың. Катар қазіргі таңда дүниедегі номер бірінші LNG экспортер. LNG деген liquefied natural gas дейді. Жиженный нефтяной сұйытылған мұнай газы. Мынау Ресей Украина соғысы болғаннан кейін Ресейден қазір тоқтатылды. Мынау Катар Energy бар емес пе? 2023-те 43 миллиард доллар выручкасы бар. 20 миллиард доллар таза прибыль. 50%. 50 миллиард доллар жай бір компания Катар Energy. Мынау LNG арқасында. Қараңыз енді өзіңіз. 300-ақ мың халқы бар. Біздегі 20 миллионға біз енді Катардан қанша есе төмен өндіреміз? Енді бұлай салыстырғанда. Мұнай жағынан біз көп өндіреміз, бірақ газ жағынан бізде газ жетіспеушілігі бар да. Бұл жақ негізі мұнайды көп добывать етпейді. Мына жерде Доххан деген месторождениесі бар. Сосын Норсфилдтың ортасында мұнай оторочкасы бар, сосын кішігірім офшор. Өздерінің тұтынысына ғана өндіретін шығар бұлар? Жоқ, экспортқа да бар. Бір месте қанша бар? Где-то суткасіне 300 мың баррель мұнай жағынан. 300 мың баррель дегеніңіз Қазақстаныңыз 1,8 миллион баррель. 5 есе. Это солай. Бірақ газ. И бұл жақта мысалы алып кетсек, айтып кеткен дұрыс. Мынау GCC дедік қой, Ближний Востоктағы мемлекеттер арасында кішігірім конкуренциялар бар. Көрерменге түсінікті болу үшін мен мына жерде сіздің жаңа газ дегеннен кейін ойыма келіп отыр. Негізінде адамзат қазір 5 түрлі энергияны пайдаланып отыр. Газ, мұнай, көмір, атом және жасыл энергия. Соның ішінде оның көрсеткіші бойынша адамзат қазіргі таңда 57% бүткіл. Сізде 9 миллиард адам 57% газ пайдаланып отыр екен. Сондықтан газдың мына жерде бізден мұнай аз болғанмен газдың көп болуының арқасында пайдасы да жаңағындай болып отыр ғой. Енді ол 20 миллиард бір компанияның пайдасы енді біздің мемлекеттің бюджетімен пара-пар ғой еді.
бір компания 20 миллиард таза пайда табса, біздің мемлекеттің бюджеті соның төңірегі. Жаңа айтқым келгені мынау мысалы Сауд Арабиясы таза мұнай экспортері болса, Катарда болғаннан кейін Катар туралы айтайық, жаңа Катар Энерджи айтып жатырмыз ғой. Катардың фокусы қазіргі таңда нефтехимия. Олар дүние жүзінде қазір 30 мемлекетте именно нефтехимия саласында жасап жатыр. Я жаңа алдында айттым ғой, 6 миллиард долларға ол жақта нефтехимический завод салып жатыр. Олар зеркально Америкада қазір салып жатыр, тура сол компаниямен. 8 миллиард долларға Оранж деген каунти бар, сол жақта осындай нефтехимия салып жатыр. Сингапурда, Пакистанда, дүниенің 30 мемлекетінде бар. Мен сіздің осы сөзіңізге салмақ бере кетейін, біз неге экспорттық мүмкіндігімізді Катардан бастадық деген. Неге басқа мемлекет таңдамадық деген. Сол кезде өзіңізге белгілі, біздің де мұнайдан газды бөліп алып шыққанына бір шамалағы уақыт болды. Айтпаса, мұнайдың көлеңкесінен газ көрінбейді. Қазіргі таңда Қазақгаз акционерлік ұжымы құрылды. 40-қа жоқ жаңа жобалар бар. Бізде бірақ газдың коммуникациясын терең меңгерген кәсіпорындар жоқ екен. Ертең мысалы ол жобалар жұмыс істей бастаған кезде тағы да біз неге шетелдікке бердік, неге ұлттық компаниялар жоқ дегеннен. Сондықтан бұл жерде газ өндірісі мықты болғанда айта кетейін, Қазақстандағы газ, бұл жақтағы газ екеуі екі түрлі. Бұл жақтағы газ, мысалы, продуктивный горизонты 800 метр болса, біздің ондай газ ондай жоқ. Бізде газ, мысалы, мұнай газды саласының келешегі Қазақстанда, мынау unconventional дейміз ғой, қазақша солай болады оның, мысалы, газдың үш түрі болады. Біреуі conventional дейміз, стандартный біздің газовый месторождениелер. Пайдалануға бола ма, жоқ па? Пайдалануға болады. Ол оңай табылады. Сіз скважинаны қаздыңыз, скважинаны перфорациясын жасадыңыз, скважинаны аштыңыз, газ шықты. 150 куб, 300 куб суткасына. Бұл стандартный, традиционный газ. Сосын екінші газ түрі болады, tight газ дейді. Проницаемості 2 миллидарсиден төмен, 0,1 миллидарси, 0,01 миллидарси. Ол мынау Американы алып қарасаңыз, қазір дүние жүзіндегі номер 1 производитель. Нефти газды қоссаңыз, номер 1. Қазір олар Европаға экспорт жасап отыр газ. Осыдан 15 жыл бұрын импорт жасайтын еді. Мынасыз ба? Ол за счет этого нетрадиционный газ дейміз ғой, unconventional газ за счет этого. Оны химиялық қоспалармен байыта ма? Химиялық қоспалар емес, технологиясы бар. Біріншісі горизонталдық ұңғы бар, қазасыз. Екіншіден гидроразрыв таста дейді, ГРП, жер қойнауын жырту. Сондай технология қолданылады. Осы екі enabler дейміз ғой, екі активатор. Оны қалай шығарудың. Қазақстанда мамандар бар ма осыны? Ондай мамандар жоқ. Мен сізге айта кетейін, мына жер өте маңызды бұл да. Мысалы, Қазақстанның 70% мұнай-газ компаниялары қазіргі алдында айтып кеткендей уже зрелый еместер, соңғы стадиядағы. Қазақстанның келешегі не нәрседе мұнай-газда? Осы салада ғана. Басқа оның көзі жоқ. Мен сізге айта кетейін. Қазақстанда біз қараған кезде геологтармен ондай региондар көп. Кейбір горизонттар өтеді, біздің даже каратаждан көреміз оны. Өтті, олар айтады, это трудноизвлекаемый запас, ол дебиті болмайды оның. Ол, по идее, то же самое Америкадағы, мынау Саудидегі, Катардағы, сондай горизонттар бар. Мысалы, Саудидің 40% газы қазір сондай газ. 20% мұнайы сондай мұнай. Джафура Бейзин дейді, мынау Катарға қарай жақын, Сауд Арабиясы қазір соны шығарып отыр. Негізінде вообще Қазақстандағы технологияны түгел өзгерту үшін әскер ретінде осы басқа мемлекеттер зерттеу үшін қанша адам жіберу керек? Уже ол меніңше табиғи процесс, органикалық табиғи процесс. Алдында айттым ғой, Катардың өзінде қазір 60 семья мұнай-газ саласында жұмыс істеп жүр. Мен сізге айтайын, бізде енді Қазақстанда да 30 жылдың ішінде трансұлттық компаниялар көп қой. Оның ішінде жаңағы Архерадон бар, жаңағы суда жұмыс істейтін, өзіңіз білесіз, офшорда жұмыс істейтін. Кент, болашақ нос, олар осы өздерінің шетелдік мына жақтағы жобаларына түгел қазақстандық азаматтардан кетіп жатыр. Мысалы, Архерадон қазіргі таңда 90 адам алып кетті. Кент бүгінгі біздің дөңгелек столды бас демеушісі болды, олардың өзі қазірдің өзінде 70 адам алып кетті. Соған қарағанда біздің мамандардың құндылығы рас ол. Болашақта осылар барып, жаңағы біздің технологияны да ойлау қабілетті де, газды дұрыс пайдалануды да осылар өзгертеді деп отырсыз ғой.
бұйыртса газда ғана емес негізі мұнайда бар негізі, сондай мұнай да бар бізде. Қазақстанның келешегі мысалы Қызылорда, мысалы айтып отырсыз ғой, региондардың біреуі мұнайы азайып жатқан. Ал мысалы Қызылорда негізі 2 бассейннен тұрады. Мұнай газ бассейнін алып қарасаңыз, біреуі Шу Сарысу дейді, екіншісі Торғай бассейні дейді. Торғай бассейнінің ортасында үлкен разлом өтеді, бөлетін, сол 2 провинцияны бөлетін. Мына жағында оңтүстігінде Қаратау таулары бар. Мынау Шу Сарысуды алып қарасаңыз, бірыңғай газ провинциясы. Ол жерде әлі мысалы жақында Казахгаз соған тендер ашқан сияқты, онда аукцион дейміз ғой, аукцион ашқан сияқты. Ол жерде бірақ мысалы тереңдігін алып қарасаңыз, Жезқазғанға қарай Саяздауда 1600 метр, ал мынау Қаратауға қарай, Югқа қарай қарасаңыз 3,5 метрге дейін кетеді. 3,5 метрге қазу мысалы скважина сізге 10 миллион доллар болуы мүмкін, ал анау 1600-ге мысалы 3 миллион доллар болуы мүмкін. Қазіргі даже мұнай газдың бағасы оған экономикалық тұрғыдан алып қарасаңыз, мындай borderline дейміз ғой, границасында. Ал оны енді эффективно шығару үшін мамандар керек та. Жаңағыдай горизонтальный скважина қазу үшін білім керек. Мен сұрағым, сіз мамандықтар керек деп жатырсыз. Айтып кетсеңіз, қандай мамандықтар керек? Именно сіз алдында айттыңыз ғой, Кен, Болашақ, оның бәрі негізі даунстрим компаниялар. Ал бұл жерге сізге апстрим жағынан керек. Апстрим дегеніміз негізі мұнай саласы 3-ке бөлінеді да, там бір value chain дейміз ғой, мұнайдың жаңағыдай бүкіл цепочкасын алып қарасаңыз. Апстрим деген ол жер қойнауына мұнайды жердің бетіне шығару. Содан кейін мидстрим деген болады, жердің бетінен мынау газоперерабатывающий болсын, нефтеперерабатывающий болсын, производительге жеткізу. Даунстрим дейміз, ол уже заправка, конечный потребитель, соған дейін даунстрим. Өңделген. Это уже товарныйды уже бензин ретінде жасайтын сол даунстрим. Ал бұл жерде именно мамандықтар келетін апстримда. Жер қойнауының астынан жердің бетіне қалай шығарамын. Мен сізбен толық келсем, Асеке, қазіргі таңда сіз Қазақстанның мұнай газ өндірісінде геологияның кішкене кенжелеп қалғаны, өндіріске жете алмай келатқан, болмаса көште қалып қойғаны байқалады. Себебі жаңа жер қойнаулары жоқ. Үлкен проблема негізінде. Егемендік алған біз жаңа жер қойнауларын ашпадық. Ескі жер қойнаулары тура жаңағы Жетібай басқа сияқты Теңгизде, Қашағанда, Қарашығанақта тозат, ол табиғи зат. Мен сізге айтайын қандай проблема болады қазір. Қазір жаңағындай мұнайдың азаюы, мысалы Азербайжанмен салыстырайық қасымызда. Азербайжан қазір суткасіне қателеспесем 570 мың баррель добывать етеді. Осыдан бір жыл бұрын 600 мың баррель добывать етеді. Жылдық 30 мың, 50 мың баррельге төмендеп келеді. Біздің Қазақстанда месторождениені алып қарасаңыз, аналогичный ситуация. Ал сіздің мұнайдың өндірісі азайған сайын, обычно ол параллельно суда көбейеді. Сіздің unit cost дейміз, бір баррельді жердің бетіне шығару бағасы құны көбейе береді. Қымбаттай береді. Ал сіздің жұмыс істеп отырған халқыңыз бар. Ол социально напряженный региондар болуы мүмкін. Сіз ол халықты не істейсіз? Сіз убыточный компанияны ары қарай ұстайсыз ба, әлде сіз оптимизация жасайсыз ба? Халықты сіз жұмыстан шығара алмайсыз. Сондықтан бұны жасайтын оның шешімі тек технология мен процесстерде. Тек осы ғана. Біз оны қазір түсінбей, біз бұл жағдайды өзгерте алмаймыз. Проблеманың шешімі біріншісі, бұны өзімізге қалдыбалды алу керекпіз. Бізде проблема бар. Қазіргі істеп тұрған жүйе жасамай тұр. Оны қалай мен жақсарта аламын? Қалай мен дұрыс технологияда әкеле аламын? Қалай мен мынау недропользовательді осыған инвестиция құйсын деп көндіре аламын? Сөзіңізге бір дәлел айтып кетейін. Өткен жолы Америкада болып едім. Бір 10 күндік сапарда болдым. Сонда бір мұнайшылармен кездестім. Сол кезде айтып отыр. Бір жер қойнауында 95% су, 5% мұнай дейді. Мен құлақ қаласында біздегі 40%-ның өзінде жаңағы 40%-ның өзінде проблема болып жатыр. Бұлар енді жаңағы максималдық тұрғыда жердің Алланың беріп жатқан мүмкіндік байлығын максималдық тұрғыда жердің бетіне шығарып, адамның жаңағы жақсы өмір сүруіне пайдаланып жатыр. Сондықтан дұрыс айтасыз, тек қана геологтарға жаңа жер қойнауын біз егер қазір үнемді пайдаланып, тиімді пайдаланып үйренбесек, ертең ана жер қойнауында тура сондайға жетеміз ғой, рас қой. Сосын бұл жерде қараңыз, бұл жерде геологтар емес, бұл жерде дұрысы технологтар керек. Технолог по добыче. Мынау біздің негізі индустрия шамалы біздің Қазақстандағы бұл жақтағы бөлекше. Мысалы бізде технолог по добыче, бұл жақта production technologies дейді. Ол жаңағындай artificial lift дейміз, жаңағындай механизированный добычаға отвечать етеді. И жер қойнауында резервуарды да, пласты да түсінеді, и жер бетінде түсінеді. То есть бір комплексный специалист та ол. Мысалы терапевт сияқты да. Сізге мысалы хирургия бар дейді, там
лор бар дейік, сіз мысалы геолог там узист болса, ал сізге бұл жерде терапевт керек та. Существующий месторождениені оптимизация жасай алады. Сондай мамандар керек. Сондай именно узкоспециализированный мамандар керек. Аске, шынын айтса, кеткім келмей отыр. Бірақ қызық бір әңгіме болды деп ойлаймын. Мери, сіз не айтасыз енді? Рахмет сіздерге. Асан аға, сізге осылай сұхбат беруге келгеніңіз үшін, осындай подкастты сізбен бастағанымыз ол үлкен мақтаныш, абырой деп те санаймыз. Рашид Хасенұлы, сізге рахмет осындай қызық сұрақтарды қойғаныңызға. Барлықтарыңызға сәт сапар, ертең Қазақстанға ұшамыз, аман есен ұшып келейік. Сізге жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сізге. Елге сәлеміңізді айтсаңыз. Иә, Қазақстанға. Жастар неге көңіл бөлсін? Менің ойымша былай да, бұл дүниеге келгеннен кейін біз былай бір бумеранг сияқтымыз да. Алла тағала бізді былай жібереді, бәрібір қайтып келеміз да. Бірақ осы круг кезінде адам өзінің потенциалын ашу керек та. Потенциалы мынандай архивированный файл болады ғой, зипованный, зип дейміз ғой. Сондай зип файл сияқтымыз да. Соны біз разархивация жасау керекпіз да. Ол қалай ғана болады? Ол еліме, жеріме, қоғамға пайдалы боламын деген кезде ғана болады. Сол жаңағыдай біз өз басымыз әйтеуір сыртта жүрсек те елімізге, жерімізге әрқашанда дайынбыз. Қолымызды, күшімізді салуға, атсалысуға. Қандай да бір Қазақстаннан да көмек керек болса айтыңыздар, әрқашан дайынбыз. Мен жаңа сізбен сөйлесіп отырған кезде мен де бір соңғы сөзден құдай сақтасын, жаңағы бір осы жерден алған әсеріммен кішкене бөлісе салайын. Негізінде кей кезде бір үлкен институт жаңағы бере алмайтын болмаса өзгерте алмайтын дүниелерді адамның ойын кей кезде осындай бір жеңіл сұхбаттар өзгертіп жатады. Сондықтан енді шама келгенше ақылы бар, санасы бар азаматтар сіздің бүгінгі айтқан жол сілтеме практикалық тұрғыда жаңағы пайдаланады деп ойлаймын. Бақытты болыңыз. Көрермендерге бізде Мери, саған жас болсаң да бас болып, екі ағаңды жанымыз шығарып, қызықтан айтқаныңа шама келгенше ашылып, білімімізбен бөлісуге мүмкіндік бергеніңе рахмет, бақытты бол. Әрқашанда жұмысың табысты болсын.